Қайырлы күн, балалар. Біз бүгін 3-ші сынып оқушылары үшін қазақ тілі пәнінен сабағымызды жалғастырамыз. Жүргізуші Ұлдарбекова Нағима Иманжанқызы, Зерде мектеп гимназиясы. Су тіршілік көзі 104-ші сабақ. Тақырыбы негізгі және туынды сын-есім. Сабақтың мақсаты негізгі және туынды сын-есім түрлерін анықтауға тапсырмалар орындаймыз, жаттығамыз. Еске түсірейік, сын-есім тұлғасына қарай нешеге бөлінеді? Дұрыс, 2-ге бөлінеді. Негізгі сын-есім және туынды сын-есім. Негізгі сын-есім дегеніміз? Дұрыс, төбір сөзден болған сын-есім. Ал туынды сын-есім дегеніміз? Төбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сөздер. Есімізге түсіріп алдық, ал енді сабағымызды әрі қарай жалғастырайық. Балалар, Ескен Елубайдың «Ұшақтан да жылдам» деген өлеңін оқып танысамыз. Ол үшін сендер видеоны паузаға қойып оқып аласыңдар да қайтадан қосыласыңдар. Оқып болдыңдар ба, балалар? Ал ендеше бәріміз бірге бір оқып шығайық. Таңертең күн ашық, тұр еді нұр шашып. Аспанда бұлт жоқ, ендеше күдік жоқ. Ойладым дәл бүгін жаумайды жауын. Шықтым мен үйімнен, жейде жең күйіммен. Әурелер жолда құр, алғам жоқ қол шатыр. Кенеттен аспанды бұлт торлай бастады. Ұшақтан жылдам ба? Шаңдатып көшені басталды нөсері. Жоқ мотор қанаты, бұл бұлттар қалайша тез жете алады. Балалар, өлең сендерге ұнады ма? Өте қызықты екен. Ал енді осы мәтінге қатысты бір тапсырма бар. Соны орындайық. Керекті сөздерді пайдаланып, сұрақтарға жауап жаз. Керекті сөздер ашық, бұлтты, бұлтсыз, қалың. Сұрақтары: күн қандай, аспан қандай, аспанды қандай бұлт торлады? Балалар, қазір тағы да паузаға қойып, жұмыстарыңды орындаңдар, қайта қосылды ұмытпаңдар. Жас болдық па, балалар? Ал ендеше тексерейік. Күн ашық. Аспан қандай? Аспан бұлтсыз. Аспанды қандай бұлт торлады? Аспанды қалың бұлт торлады. Тамаша. Ал осы жердегі ашық, бұлтты, бұлтсыз, қалың деген қандай сөздер? Сын-есімдер. Ендеше ашық деген сөзді талдап көрейік. Түбірі аш, ық, жұрнағы. Ашық. Бұлт түбірі сыз, жұрнағы. Қалың. Бұл туынды сөз бе? Жоқ, бұл түбір сөз. Өте тамаша, балалар. Енді келесі жаттығуға көшейік. Келесі жаттығуды орындау үшін сөздік жұмысын жүргіземіз. Мынау суретте не көріп тұрмыз? Бұлақ. Балалар, тау тастан ағып жатқан не екен мынау? Бұлақ екен. Ал мынау ар жақта өзен жағасын жағалай өскен көп өсімдік. Ну, өсімдік. Балалар, осындай өзен жағалай өскен қалың өсімдікті не дейді? Құрақ дейді. Естеріңізге сақтап алыңдар. Келесі жұмысымызда бұл қажет болады. 6-шы жаттығу. Мақалдың қатесін түзетіп жаз. Сулы жер бұлақсыз болмас, таулы жер құрақсыз болмас. Кәне, паузаға қойыңдар да ойланып жұмысты түзетіңдер. Қайта қосылды ұмытпаңдар. Балалар, болдық па? Онда тексерейік. Таулы жер бұлақсыз болмас, сулы жер құрақсыз болмас. Дұрыс. Ендеше біз қатені таулы жер қандай? Тауда бұлақ көп болады. Сулы жерде не болады? Құрақ көп болады. Тамаша. Осы мақалдағы сын-есімдерді табайық. Дұрыс.
таулы, түбірі тау, жұрнағы лы. Сулы, түбірі су, жұрнағы лы. Осылай болса, балалар, сендерге де өте қуаныштымын. Рахмет. Сабағымызды әрі қарай жалғастырайық. Балалар, келесі жұмысты орындау үшін тағы да бізге бұлақ көмекке келді. Не бұлақ? Бұл не? Зат есім. Ал енді қандай бұлақ болады? Қандай бұлақ? Тұнық бұлақ, таза бұлақ, салқын бұлақ. Балалар, сонда бұлақ деген сөзге қандай сын есімдер байланысып тұр? Тұнық бұлақ, таза бұлақ, салқын бұлақ. Сын есімдер немен байланысады? Зат есіммен байланысады. Бұл біздің келесі жаттығуды орындауға көмегі тиеді. Ал әрі қарай жалғастырайық. 7-ші жаттығуда әсерлі әңгіме. Қандай әңгіме? Әсерлі, қызықты, көңілді әңгіме деген сияқты зат есіммен байланысып тұр. Біз негізгі сын есімдерді теріп жазамыз және туынды сын есімдерді теріп жазамыз. Видеоны паузаға қойып, тапсырма кестені толтыруға кірісіңдер. Қайта қосылуды ұмытпаңдар, балалар. Болдық па, балалар? Ал ендеше тексеріп көрейік. Тұнық, жаңа, әдемі, биік, жүйрік. Негізгі сын есімдер, туынды сын есімдер. Әсерлі, атақты, ізгі, сүтті, шөпті. Енді туынды сын есімдерді талдайық. Әсерлі, түбірі. Әсер, жұрнағы лі. Атақты, түбірі. Атақ, ты, жұрнақ. Ізгі, түбірі. Із, гі, жұрнақ. Сүтті, түбірі. Сүт, ти, жұрнақ. Шөпті, түбірі. Шөп, жұрнағы ти. Балалар, сонымен біз бүгін сабақтарда қандай жұмыстар орындадық? Біріншіден, сын есім тұлғасына қарай екіге бөлінетінін қайталадық. Қалай болып? Негізгі, туынды. Негізгі сын есім дегеніміз түбір сөзден болған сын есім. Туынды сын есім жұрнақ жалғану арқылы жасалған сөздер. Тағы біз қандай жұмыстар орындадық? Балалар, біз негізгі және туынды сын есімдерді анықтадық. Соған көп жаттықтық. Сөз құрамына талдадық. Ал енді алған білімдерімізді қорытындылау үшін сендерге 10 сұрақты тест дайындалды. Біз сол арқылы өзімізді сынап тексеріп көрейік. Келесі кездескенше сау болыңдар, балалар.